Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен пайдалы жасыл смузидің рецебімен бөліскелі отырмын. Құрамын описание бөліміне толық жазып қоятын боламын. Бұл жасыл смузидің басқа смузилерге қарағанда ерекшелігі токсиндерді шығарып, дене бітіміңізді қалыпқа келтіріп, теріңізді жасартатын болады. Бұл смузиді таңғы асқа ішкен дұрысырақ болады. Күн ұзаққа өзіңізді сергек сезінетін боласыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық керекті заттардың жартысын ғана пайдаланамыз. Сол біздің тек бір реттік ішуімізге қажетті болады. Айтатын болсам, алма, салат жапырағы, қияр және кивиімізді кесіп жатырмыз. Оның да жартысын салатын боламыз. Мен сыртын дұрыстап содамен жуып алғандықтан сыртымен бірге жеймін. Сыртында да витамині мол болып келеді кивидің өйткені. Сельдерей мен смузиді бірінші рет ішіп тұрған болсаңыздар, достар, осындай видеодағыдай 4-5 кусогын ғана салыңыздар. Артынан дәмі ұнап, организміміз үйреніп кеткеннен кейін молырақ салсаңыздар болады. Енді оның үстіне 100 мг су құямыз. Негізі біздің дене бітімімізді сақтап қалатын арықтап жүрген қыздарға кеңесім, сельдерейді молырақ ішкендеріңіз жақсы. Тамаққа да қосып жесеңіздер болады. Мінекей біздің смузиіміз дайын болды. Ас болсын баршаңызға.